Армысыз YouTube көрермен. Сарысудың сіз білмеген пайдасы. Сарысу сүт өнімі. Ол ірімшік немесе сүзбе дайындағанда пайда болады. Оны сүт өнімдерін сататын кез келген дүкеннен, базардан таба аласыз. Аталған сұйықтықты көбінесе ас үйде қолданады. Нан, тоқаш, тәтті пісіретін қамырға қосса, пісірме керемет болады. Сондай-ақ оның денсаулыққа да пайдасы туралы көптеп айтылады, әрі бірнеше дертке дауа болады. Сарысудың құрамында май жоқ, есесіне ақуызға бай. Оған қоса ағзада оңай қорытылатын қантты кездестіруге болады. Сондай-ақ калий, кальций, магний, фосфор элементтері мен көптеген дәрумендердің қайнар көзі. Ағзаға пайдалы табиғи өнімді күнде ішсеңіз де болады. Емдік қасиеті мен мол сусын ең алдымен ағзаны шлактан тазалайды. Аштықты сездірмейді. Оны көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер сусын ретінде ішеді. Себебі сарысудың құрамында адамға күш-қуат беретін пайдалы заттар бар. Сарысудың емдік қасиеті мол. Нақтырақ айтқанда, бүйрек пен бауырдың жұмысын жақсартады, ішектің саулығын реттейді, ағзадағы артық сұйықтықты сыртқа шығарып, улы заттар мен шлактан тазалайды. Ревматизм, гипертония ауруларын емдейді. Қан айналымды жақсартып, атеросклероздың алдын алады. Терінің, шырышты қабықтың, асқазан мен ішектің қабынуын болдырмайды. Жүйкені тыныштандырады, теріні тазартып жасартады. Жүкті әйелдерге пайдасы ұшан теңіз екенін біле жүрген жөн. Сонымен қатар, сарысу қандай ауруға ем болатынын нақтырақ айтып өтейін. Біріншісі, асқазан ішек жолдары, бауыр мен бүйрек ауруларында сарысу шипа болады. Әсіресе созылмалы гастрит, панкреатит, энтерит, дисбактериоз және іш қату, бауыр ауруы, тамақтан улану, гипертония кезінде күнде сарысу ішуге тырысу қажет. Екінші, жүрек қан тамыр жүйесі ауруларына ем болады. Сарысу ішу арқылы атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруы, жүрек қыспасы, инфаркттан кейінгі кардиосклероз, қан айналымының нашарлауы, гипертониялық ауру кезінде сарысу ішу ұсынылады. Үшінші, ми тамырлары ауруларында сарысудың көмегімен емдеуге болады. Нақтырақ айтқанда, ми атеросклерозы мен мидың қан айналымының нашарлауын қалпына келтіреді. Төртінші, эндокринологиялық ауру, қант диабетіне де пайдасы зор. Бесінші, тыныс жолдарының созылмалы ауруларына керемет ем болады. Әсіресе тонзиллит, фарингит, гайморит, бронхит секілді дерттен айыққыңыз келсе, сарысу ішіңіз. Алтыншы, әйелдерде кездесетін ауруларға да ем екен. Сарысу созылмалы жатыр қосалқы бөлігінің қабынуы, қынаптың қабынуы және жатыр мойнының жалақ жарасын емдеуге қабілетті. Жетінші, тері ауруларынан да айықтырады. Егер сіздің асқазан ішек жолдарыңыз ауырып, теріге теріс әсер берген болса, онда дереу сарысу ішіңіз. Оған қоса терінің майлануын, бөртпені, диатез, псориаз, аллергия секілді ауруларға да ем. Сарысуды қалай ішу керек? Сарысуды су сияқты кез келген уақытта іше беруге болмайды. Оның да мөлшері мен уақыты болатынын ескеріңіз. Мәселен, қант диабет ауруын емдеу үшін 200 грамм сарысуды теңдей етіп 3-ке бөлесіз, сөйтіп күніне 3 рет тамақтанудан алдын ішесіз. Сонда инсулин дұрыс бөлініп, гормон жақсы жұмыс істейді. Егер осылайша тұрақты түрде ішетін болса, науқастың қан деңгейі реттеледі. Екінші, панкреатит ауруын емдеу үшін күніне 2 стакан сарысу ішіңіз. Емді үзбей 10 тәулік жалғастырасыз. Ас қорыту жүйесін осы арқылы жақсартуға болады. Әр ағзаны қажетті макро, микроэлементтерге де және дәрумендерге де байытады. Ішек жұмысын жақсартып, артық заттардан тазалау үшін ашқарынға 2 шай қасық тұз қосылған 1 стакан сарысу ішуді әдетке айналдыру қажет. Сол кезде ішектің жұмысы жақсарып, шырышты қабықтың қабынуын болдырмайды. Ал ішектегі құртты түсіру үшін 1 стакан сарысуға 1-2 тіс езілген сарымсақты араластырып ішесіз. Емді ашқарынға 4 күн бойы ішсеңіз, құрттан да, басқа да улы заттан да құтыласыз. Іш қатуды емдеу үшін жарты стакан сарысу мен жарты стакан сәбіз шырынын араластырасыз. Оны ашқарынға ішсеңіз, ішектің жұмысын белсенді етеді, әрі шлакты шығарады. Құяң ауруын емдеу үшін күніне 1 стакан сарысу ішесіз. Емді тамақтан алдын қабылдау керек.
Сарысу ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның саулығын жақсартады. Бауыр ауруын емдеу үшін 3 күн бойы үзбей 300 мл сарысу ішіңіз. Сонда ағзаны улы заттан, шлактан тазартады. Бауырдың жұмысын жақсартады. Ағза жоғалтқан дәрумендер мен минералды заттың орнын толтырады. Иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сарысу ішіп тұрғаныңыз абзал. Бірақ ол аздап іш жүргізеді. Сондықтан маңызды шаруаларың жоқ күндері қолдануға болады. Теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сарысумен сүртуге болады. Бұл тек майлы немесе қалыпты теріге арналған. Шашыңыз мықты әрі жылтыр болу үшін сарысумен жуыңыз. Бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сарысуын араластырып маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен немесе көк шаймен жуу қажет. Беттегі безеулер мен бөртпеден құтылғыңыз келсе, сарысуды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынының жарты литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке 1 құты сарысуды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сүт сарысуының атқаратын қызметі негізі бауыр жұмысын реттейді және бүйрек қызметін жақсартады. Тіпті семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы. Ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Ағзадан артық сұйықтықты, уытты заттарды және қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді. Қан айналым жүйесін жақсартады және теріні тазартады. Жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Және де жүйке жүйесін өте жақсы тыныштандырады. Бірақ ескерту, қарсы көрсетілімдері де бар. Егер сіздің сүт сарысуының құрамында кейбір заттарға сезімталдығыңыз жоғары болып, аллергия шақырса, қолданбаған абзал. Сарысу өте тамаша өнім. Өзінің қарапайымдылығына қарамастан көптеген қасиеттерге ие. Сүт сарысуы ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілу және шіру үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланылады. YouTube көрермен, сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Осы видео арқылы сарысудың қасиеті мен пайдасын білдіңіз деп ойлаймын. Видео пайдалы болған болса, комментарийға сарысуды ішесіз бе жаза кетіңіз және де видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздер үшін пайдалы әрі жаңа видеоларды шығаруға шабыттандырады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.